Психолог деген кім? Психолог дегенге кімдер барады? Құрметті достар, осы сұрақтарға жауап беретін боламын. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Менің каналыма тіркеліп пікір жасай кетіңіз. Сіздің қолдауыңыз мен үшін өте маңызды. Психолог адамның ішкі рухани дертімен, қате сенімімен, эго тәкаппарлықпен жұмыс жасайтын жан. Психологтың міндеті адамның өзін-өзі тануы, айналасын тану арқылы Құдайына тануын әкелу. Алайда бұл маманның өзі де жан иесі. Бұның да рухани дерті болуы мүмкін. Толық идеалдар, шектеусіз адам жоқ. Соңғы пайғамбар дүниеден озған. Барлық адам дәл қазіргі дертіне ем тапсын, жүрегі емделсін деп тілеймін. Осы айдан бастап 2023 жылдың жаңа айы ғой, барлық адамдарды өзіңді кешіріп, өзіңе және айналаңа, жаратушыңа махаббатпен қарап, жүректің дәрісі Құран оқитын адам болғайсыз. Алла осы айдан бастап ақылымызды қосып, жүрегімізге бағындырып, шынайы, бақытты, саналы өмір бастауымызды нәсіп етсін баршамызға. Құрметті достар, осымен психологтың кім екенін түсінді деп ойлаймын. Менің каналыма тіркеліп пікір жасай кетіңіз. Сіздің қолдауыңыз мен үшін маңызды.